менен екі намазын өткіздік. Енді ақша намаз болады, бұйырса. Намаз оқитын орын міне. Бауыржан айтып еді, осы сен қазақи шапан ки деп. Содан қазақша шапан кигізіп қойды, мен соны таңғалып отырмын. Қызық мынаңыз. Адам таңғалатын нәрсе. Мен қазақ шапан киемін деген жоқ, осы менен намаз өтуге рұқсат беріп қойды. Шүкірлік Алла. Мынандай мүмкіндік деген жақсы ғой. Бұл жерде сабақ оқып жатқандар намаз өткізуге рұқсат бермейді. Бұл жерден рұқсат беріп, мешітке адамдар келгенше намаздарын өткізіп отырған жайым бар. Қолынан келмейді деп адам ойлап тұрады ғой. Ішінде ойында біліп отырам ғой адам. Менде көп нәрсе бар ғой. Әлі біздің білмейтін нәрсе көп. Мен адамның ішкі ойлап тұрған нәрселерін түгел оқи аламын негізінде. Содан кейін сол барыты маған әсер етеді. Ішінен күмәнданып тұрады. Мен жерде ешкім күмәнданбайды. Bir жағына сен шынықтырдың, ана айтқаның бар. Нақты мен өзіме сенсем, мен қолымнан бәрі келеді. Сондай адамды. Қолынан келмейді, жүргізе алмайсың, өйтпейді десе, мен оны қабылдап аламын. Мен тез қабылдаушымын ғой. Ал қолынан келеді десе, қолынан келеді деп мақтаса, өлеңде жазып кетем. Сахнаға шығарса, өлең жазып кетем. Көтермелеп, сен көтермегенде. Былай екі ауыздың сөз басын құрай алмаймын. Намазда сол шабыт арқылы келер менікі бәрі. Қызық мынаңыз. Ал мен жерде көрмейсің. Мен жерде мен молда дейді. Қазақ шапан киемін деп. Өзі жаңадан оқып намаз өткізе алмайды. Ұстаздар маған бере салады. Намаз сенеді. Жұманда маған беріп қойса. Сабақ оқып жатқандар намаз өткізеді. Ондай да болып жатыр. Мен даже жұманды қорқып өткізе аламын керек болса. Ол просто анда Қайырбек басқа біреуден естіп алады да, біреулер сынайды арт жағынан. Сынағаннан кейін анадан жасқанып қаламын. Даже артында намазда тұрып ана сынап тұрса, соның сынап тұрғанның ойым соған бөлініп кетеді де, содан кейін не оқығанын білмей қаламын. Мен жерде ешкім сынамайды. Сондықтан мен жерде жұманды өткізіп жібердім керек болса, осы жұманы.